Assalamualaikum. Екі Бұқа YouTube каналының тұрақты көрермендері. Алдымен видеоны көрместен бұрын каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Қазақ тілді арнамызды қолдап. Ал енді бүгін бұқаларымызға ибермек салайық деп жатырмыз. Бұқаларымыз қышынып, жүндері түсіп, солай болып жатыр. Сосын ветаптекадан ибермек алып келдім. Ішкі паразитіне және сыртқы бит кенелерге. Бүгін осыны салып, ибермекті енді 50 келе салмаққа 1 грамм. Сонда танчалар 250 келе салмақ 5 граммда 6 граммнан кішкене дозасын арттырып салмасақ, битке күші жетпейді. Ал енді бұл ибермек салғаннан кейін 28 күн етін жеуге болмайды. Етін жесе адам уланады. Жарайды, 5 грамм енді бір жамбастан ұра берейік. 2 рет піскілегеннен 1 рет пісе береміз. Асықпай, кішкене былай ұстап тұрып, мінекей 5 граммды ұрып жердік. Бұл енді қышынып тұрған танша. Мыналарға да 5 грамм. Үшіп қой. Үй, бұлау, не істей? Мынау жатқан күйінде сап жіберек бұған еді. Бұда міне. Бұнан салмақ енді 170 келе болған. Бұған да 5 грамм айдап кетті. Салынып кетті. Беріп тұрамыз. Ал, міне алап бұқаға саламыз. Бұған да 5 грамм кетті. Саламыз міне. Алды. Кебеді. Трубасын. Мен сындырып кету мүмкін. Қалтыға сап қояқ тағы. Салдық. Мынау дұрыс салынбай қалды. Бар тұрын ұр. Фактор сап жібердік. Жаңа дұрыс салынбай қалды. Олар сол мынандай жүндері түсіп қалды міне. Қышынып отыр болды. Сол үшін міне ибермекті ектік. Мынау да солай міне. Тіп жаланып жатыр. Мынанығы де солай болды. Жүні түсіп қалды. Мына жақтағылар түскен жоқ енді жақсы. Барлығына ектік. Түгелді мен. Мына бұқалар да солай. Екеуін қышынып жатыр.
Mal çarvaşlığымен айналсаңыздар, бұқа борда қылаңыздар. Әр қазақ бай болсын. Еңбек етіңіздер. Жұмысы қатты, бірақ жемісі тәтті болады. Келесі видеода кезіккенше қош сау болыңыздар.